Жемқорлықты түбімен жою үшін алдымен оның себеп салдарын анықтап, талдау жасау қажет. Осылай деген сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік мамандары қалалық әкімдікпен бірігіп, оңтүстік Астанада Алматы адалдық алаңы жобалық кеңсесін ашты. Орталықтың кейбір мәселелері шешілмегендіктен уақытша қаладағы рухани жаңғыру кеңсесінде орналасты. Ал кейінірек бизнес кешендердің біріне ауыспақ. Жобаның басты міндеті тұрмыстық жемқорлықты жойып, азаматтар мен бизнес үшін кедергісіз және қолайлы жағдайлар жасау. Сондай-ақ мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығын қамтамасыз етіп, ауқымды қоғамдық бақылау жүргізу болып отыр. Сыбайлас жемқорлықты жою үшін біріншіден оның себептерін анықтау керек. Мына жобаның шеңберінде біз мемлекеттік қызмет көрсету саласын, сонымен қатар білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау салаларын зерттеп, мына сыбайлас жемқорлықтың себептерін анықтап, оны жоюға тырысамыз. Ал Алматыда ашылған саналы ұрпақ жемқорлыққа қарсы технологиялар зертханасы нәтиже көрсетуде деді қала әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев. Оған қоса бір жыл бұрын қолданысқа берілген Open Алматы қоғамдық қабылдауы да үздік деп танылған. Мәселен, жыл басынан бері 1308 кол орталығы мен әлеуметтік желіге 80 мыңнан астам өтінім түскен. Оның 58 мыңының мәселесі бірден шешілген. Жаңадан ашылған кеңсе таңертеңнен кешке дейін адамдарды қабылдайды. Әзірге 5 маман жұмыс істеп жатыр. Бұл жобаның алғашқысы Астанада ашылған. Біз әзірге оның тәжірибесіне жүгінеміз. Ал кейін республиканың барлық өңірлерінде жүзеге асатын болады. Бүгінгі таңда жемқорлықпен күрестің арнайы белгіленген қағидасы жоқ. Дегенмен онымен күрес барысында пайда болған іс-қимылдар, әрекеттер сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізуімізге мол мүмкіндік береді.